Алла тағала өзін таныту үшін өзіне атаулар мен атрибуттар берді, яғни сипаттар. Алланың есімдерін тану арқылы сіз жаратушыңыздың сіздің қажеттіліктеріңізді қалай жауып жатқанын көре аласыз. Қарапайым біз байқамайтын сәттердің өзінде Алланың көркем есімдері қатысып жатады. Мысалы, барлығымызға күнделікті өмірде азық-түлік, өмір сүруімізге ақша мен білім керек. Бұл жерден Алланың әр-Разақ, рызық беруші есімін көреміз. Адамзатқа бір-біріне мейірімді болу үшін махаббат керек. Бұл жерде оның әл-Вадуд, сүйуші, ең сүйікті есімін көреміз. Бәрімізге қорған керек. Алла әл-Хафид, сақтаушы есімін осы жерден көреміз. Және бізге ең бастысы Алланың шексіз беруші екенін білуіміз керек. Сондықтан біз Алланы тану үшін өмір жолында көп нәрсені бастан өткереміз. Кейде бұл сіздің кемшіліктеріңізге көзіңізді ашып қарауға, артынша сіздің өзгеруіңізге алып келеді. Бірақ адамға берілетін ең үлкен жеңілдік бұл қандай болса да Алла тағаланың сіздің кез келген сұрағыңызға жауап беретінін түсіну. Мәселенің барлығы тек оның арқасында ғана, және ол сіздің барлық қажеттіліктеріңізді қанағаттандыратынын білу. Әр адамның басынан әртүрлі жағдайлар өтеді. Барлығына қатты таныш жағдайлардың бірі көзіңді жоғалтып алғаныңды байқау. Және бұл алаңдатарлық жағдай. Өйткені бұрын мақсатың айқын, бағытың бар адам едің. Сен барлығын білемін деп ойлайсың. Қайда бара жатқаныңды және не істеп жатқаныңды білемін дейсің. Бірақ бір сәпілде бәрі құлдырай түседі. Сен енді ештеңеге сенімді емессің. Содан кейін сенде 3 бағыт бар екенін түсінесің. Бірінші бағыт: мен істеп жатқан ісімді еш ойланбастан жалғастырамын. Бұл ең оңай жолы. Екінші бағыт: толығымен бас тартып берілу, өзіңді дәрменсіз сезініп, күйзелістің тұңғиығына бату. Бұл ең қорқыныштысы. Үшінші бағыт: барлығын ой сүзгісінен өткізіп, қайта бағалау және қайта бағдарлау. Бұл ең қиыны. Бұл сезім біраз уақытқа созылған кезде сен тағы бір нәрсені түсінесің. Сен Алланың тура жолды көрсететін қасиетін білесің. Оның әл-Хади, нұсқаушы есімін өзіңе ашасың. Кейде бұл жоғалу сезімі бізді Аллаға жақындата алады. Бұл мәселенің мәні неде? Біз неге кептеліп қалдық? Бізге не керек деген сұрақтар пайда болып, оларға жауап таба алмағанымызда Алланың бізге қалай дұрыс жолды нұсқайтынын көре аламыз. Оған толықтай сену арқылы оның әл-Хади, нұсқаушы есімін көреміз. Біз қайда бара жатқанымызды білмеген сәтте біз әл-Хадиден сұрауымыз керек. Дәл сол кезде Алла тағала сізге оның жол көрсетуші екенін көрсетеді. Әл-Хади екенін көрсетеді. Мүмкін сіз бір нәрсені үлкен құлшыныспен бастаған шығарсыз. Бірақ сіздің сапарыңыз сізді мақсатқа апаратын жолдан тайдырды. Демек сізге әл-Хади керек. Мүмкін сізде орта жастағы дағдарыс бар шығар. Әл-Хадиге назар аудару керек. Одан сұрау керек. Және біз тығырықтан шығатын жолдың жоқ екеніне бір сәтке де сенбеуіміз керек. Яғни, кез келген тығырықтан шығатын жол бар. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жеткізуі бойынша Алла тағала былай дейді: о құлдарым, мен тура жолға салғандардан басқаларың адасасыңдар. Менен басшылық сұра, сонда мен саған жол көрсетемін. Алла тағала өзіне нұсқаушылық пен нұрдың қасиеттерін бергенде, біз өзіміздің қараңғыда тым ұзақ болатынымызға қалай сенуге болады? Мысалы, сіз бассейнге батып бара жатырсыз делік. Сіз әдетте кімнен көмек сұрайсыз? Әрине құтқарушыдан. Құтқарушы қазірдің өзінде сол жерде. Адамдарды бақылап отыр, және бұл оның жұмысы.
Сіз көмек сұрағанда ол сені құтқару үшін сол жерге секіреді. Енді Алла тағала кез келген теңеуден үстем. Бірақ Алла өзіне тән сипат бергендей, аспан мен жердің тура жол көрсетушісі және оның нұры екенін хабарлағанда, қалай ұзақ уақыт адасып жүрмексің? Әсіресе, сіз оны іздеп көмек сұрасаңыз, жердегі атам құтқарушыдан Алла 1000 есе артық емес пе? Алладан асқан құтқарушы бар ма? Ойланып қараңызшы. Сонда Аллах әл-Хадиге бару дегенді қалай түсінеміз? Оның бұл қасиетке ие екенін және оның бар екенін түсінудің алғашқы қадамы Аллах тағаланы іздегенді қайтармайтынына сенімді болу. Екіншіден, одан сұрау дегенді білдіреді. Дұға жасау, истихара оқу, онымен шынайы сөйлесу. Үшіншіден, айналамыздағы белгілерге үңілу, мақсаттарыңызды қайта бағалау, адамдардан кеңес сұрау және жауап табуға тырысу. Сол үшін қадамдар жасау. Ішкі тұрақсыздық адам үшін өте ауыр болуы мүмкін. Бірақ Аллах бізге Ән-Кабут сүресінің соңғы аятында былай дейді: Ал біз үшін талпынғандарды әлбетте өзімізге бағыттаймыз. Сондықтан біз ұмытылуымыз керек. Біз іздеуіміз керек. Бұл қиын болады. Және шатасатын сәттер болады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, біліңдер, жеңіс сабырмен, жеңілдету ауыртпалықпен және қиындықпен бірге жеңілдік болады деген сөзін әрдайым есте ұстауымыз керек. Соңғы амалдардың бірі бұл шайтанның уәсуасынан сақтану. Үмітімізді жоғалтып, өзімізді сұрақтың астына алудан сақтану. Тек Алланың бар екенін түсінгенде ғана түпкілікті оның нұсқаушы және бізді ешқашан жалғыз қалдырмайтынын түсінуіміз керек. Осы сәтте біз Алланың Ниса сүресіндегі аятты еске алуымыз керек. Ал Аллахқа сеніп, одан берік ұстанғандарды ол жақында өзінен болған бір мейірімге әрі кеңшілікке бөлейді, әрі оларды өзіне қарай тура жолмен жүргізеді.